Сен бұған сенесің бе әлде сенбейсің бе білмеймін. Бірақ бұл заттардың барлығы Pinduoduo'дан келген. Бағасы өзіне сай келмейтін маркетплейс. Енді бұларды беріп алып, стоит или не стоит? Біз бүгін сол туралы талқылайтын боламыз. Сіздермен Димон Лимон, ал біз бастаймыз. Шынымен де, даже сол заттармен осы затта Қытайдан менің өз қолыма келген. Бүгін осы заттардың барлығын айтатын болам. Мен осыны рискнуть етіп бергем, осы ең самый рискован. Так что видеоны до конца көріңдер, приятного просмотра. Так, давайте осы жерде тұрып бастай берейін. Так, бірінші вентилятордан бастап кетейін. Қазір жаз келе жатыр. Бұл бізде вентилятор, кейбіреулер кондиционер деп ойлап қалуы мүмкін. Бізде негізі кондиционер бергіміз келген, и бұны кондиционер деп ойлап бергенбіз. Сөйтсек, описанияны дұрыс оқымағанбыз, вентилятор болып шықты. Біз екеуін 7000-ға бергенбіз, 7000 14 болды. Массасымен где-то 18 000 20 000 теңгедей болды. Сонда әрқайсысы 10 000 теңгеден. Так, енді бірінші айтып кетейік, бұл негізі өз бағасына жақсы, үстіп ұстап аласың, жеп жеңіл. Еще арнайы пульті бар. Олар қазір көрсетем, мені осылай қосасын. Үстіп мынаусын бассан, үстіп айналады. В общем, 180-ге айналады, или 170 ба, сондай. Енді наңғарандар, біз наны уақыт бар бұл жақта. 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат, солай. Мысалға 1 сағатқа қойсан, 1 сағаттан кейін ол өш қалады. 3 сағатқа қойсан, 3 сағат тұрып өш қалады. Амнау 1 деп тұрғаны қазір өзгергені ол скорость. Аңғарандар. Скорость деп мұғана мощности, да? Үстіп 2 болды, уже қат тұру атыр, уже алыс шақашын ұрат ана жақтарларға шейін. И қазір тағы бассақ, одан да қатты кетті мені. Негіз кәдім вентилятор, но суық ұратшы кәдімдей. Әдемі суық. Негіз советую, бұл маған ұнаған зат. Енді еще оригинал компаниядан негізі зат беретін болсаңдар айтайын, оригиналдан беріңдер, сонда жақсы болып шығады. И және мынау екіншісі де дәл тура солай. Так, енді аңғарандар, бір ғана пультін тауып алдым, қалған жоғалта алғанмын. Так, мені қосайық. Мені қосылды. И так, айналдыратын функциясын қойық. Мені айналу деген функциясы қосылды. И бізде айнала бастайды. Кәні? Мені айналу отыр. Так, енді тағы не бар? Мені 4 функциясы бар. Енді бұл мощность баға деге. Мені 2-ге қойдым, 3-ге қойдым. И басынан 1-ге қойдым. Және тура дәл солай. Мені кроватьта жата бересің, басып қоясың. Ұйықтап қалсан да болады. Мені 1 сағаттан кейін өш деп функциясын қоясың. И 1 сағаттан кейін өзі-ақ өшеді. Вот кроватьта жата беріп, үстіп қолдана берсем болады. Рахат негізі. Бұл зат маған ұнаған. Так что бұны стоит деп айтсақ болады, әйтеуір ұнады маған. Так, енді екінші затымыз ол увлажнитель воздуха. Тоже жазға қолдануға советую. Жазғы зат негізі. Мені бізде, кім білмейді, осыған су құямызда, аузын жауып қоямыз, арғарай мұнан қоссақ, осылай мұздай бу шығады кәдімдей, мұздай бу. Енан қаттыға қойсан, үстіп айналдырып, қатты шыға бастайды. Көп шыға бастайды, көп мөлшерде. И басынан үстіп жайне қойсақ, жай шыға бастайды қазір. Бұл уже жай шыға бастады. Менде камерада онша көрінбей жатыр, но зор, мұздай. Еще мынаған бір эфировое масло лимонткін салып қойсам болады. И осы шығарған кезде лимон еш шығады. Прям увлажнять етеді. Еще Pinduoduo'да заттар берсендер, тоқтардың басы андай болып келеді. Андай таяқша вообще екеу. Сондықтан мен мынандайларды бердім. Pinduoduo'ны тоже бергем. Вот солармен келді. Бұл 4000 теңге. Бұл тоже стоит маған ұнады. Мен негіз Pinduoduo'ны 2 жыл бұрын бастағаным заказ беруді, и мен осы заттарды бергенмін. Мені увлажнитель воздуха осындай жақсы өте. Прям советую. Достар, видеоны соңына шейін көріңдер. Өйткені арасында мен бір секретный затты тығып қойдым, который тоже Pinduoduo'дан келген и рискованный болып. Сол туралы мен секрет қылып кейін көрсететін боламын. Так что видеоны до конца көріңдер. Лайк басып кетейік, подписаться етіп кетейік. Кеттік. Давайте енді мына жақтан осы пистолетті айтып кетейік. Не бұл деп жатқан шығарсыңдар. Бұл массажный пистолет дейді, кажется. Қосасын, и
үстіп басы дырылдайды. Кәдімгідей массаж жасасам болады өзінің любой шетіне. Мен қолым көрінбейді, міне қолыма қойдым, камера қолыма, өйстіп дірілдеп жатыр. Камера дірілдеп кетті. Бұны прям мышцаға да қолданады дейді, мышцалар қыздырып шығарады дейді. Короче, прям удобный. Мына жақта мощность көбейтсек болады. Заряды, мощностьті 100-ге шейін апарсақ болады өйстіп. Жаман тез бола бастайды. Бұларды апармақ қоям. Вот. Бұл где-то 2000 ба теңге болды, как я помню. 2000 теңге шыққан. Бұл тоже, негізі керек десендер, стоит зат, стоит. А так қатты керек емес деп ойлаймын. Енді бір массаж керек болса аналарына, біреулеріне, сондай ауыратын жерлеріне қойып алып дірілдетіп отырса болады. Әдемі. Стоит прям. Так, енді достар, давайте ролик туралы айтып кетейік. Ролик енді ешкім бермеген шығар бұл затты. Бұл неғылады деп, мынау, кстати, қатты жанады. Әшімен үскендіктен жанып тұр жестко. Еще айдасан вообще жестко. Бәрінен бәрі жанады, кстати. Так, мен бұны өкінішке орай 15 000 теңге бергем екеуін. Мен Каспийден көрдім, где-то 12 000 ба теңге тапқанмын, арзандарын 11 000. Менде, короче, полный комплектациясы мен бергем. Бұда еще бас киімі, аяққа тағатын сондай защитныйлар бар. Еще қолға тағатын бар. Тағы бір нәрсе жерге қоятын нәрселер бар. Үстіп бүйтіп өткізетінші. Короче, комплектациясы мен берген 15 000 теңгеге. Бірақ мен ойлаймын, что Каспийде арзан болғанмен ол оригинал емес деп. Себебі, короче, осы бір оригинал компаниядан берген тоғынмын. Так что осы жақсы деп ойлаймын. Бірақ, Қазақстаннан гөрі минусқа кірдім. Бірақ ол оригинал ма, оригинал емес па, оны білмеймін. Бірақ сосын негізі бәрі жақсы болып келді. Бәрі зор болып келген. Просто маған размері бір размер дәу болып қалды. Өзін дұрыс таңдамағанмын. Негізі Pinduodu'да аяқ киім беруден айтайын. Ролик аяқ киім бәрі кіреді ғой. Олардікі маломерка болып келеді. Мен естуімше. Сондықтан бір размер үлкен болып бересің деген. Мен сондықтан үлкен қылып берген тоғынмын. Сол үлкен қылып бергендіктен менде бір размер дәу болып келді. Ал роликті прям уже ровный қылып кию керек. Бір размер үлкен емес, бір размер кіші емес, ровный қылып кию керек, чтобы нормально айдап үйрену үшін. Сол менде мынау бір размер үлкен болып келген. Так что мен минусқа кірдім ба, плюсқа кірдім ба білмеймін. Кажется, ровно болды. Так, достар, енді келесі затымызға көшейік. Осындай микрофон. Мен бұл туралы видео салып қойғанмын. Подробнее сол видеода болады, алдыңғы видеоларда салғанмын. Так, енді бұл туралы қысқаша айтып кетейін. Осы жақтан USB жалғайсын, ол осын тығасын жалғанады. Осыдан шыққан нәрсені бұл наушник естиді. Бұл бізде микрофон кәдімгідей. Мен қазір осыдан сөйлесем, ол үстімен даусым өзіме естіледі. Мен өзім даусым қалай шығып отқан, қалай жатқан біле аламын. Бұл кәдімгідей музыканттарға пайдалы. Кәдімгідей өзің вокал болсан, өзің даусын тексеріп, өзің дамыталасын. Бұл жақта біз микрофонды өшіріп қойсақ болады, тек тыңдау ғана болса. Сонда біз тек компьютерда не болып жатыр, соны тыңдаймыз. Все. Оның подсветкасы өшіп қалады, Сондықтан тағы бір функциясы бар. Астыда міне ол микрофонды жайлап қоюға болады, кәдімгідей өшіріп тастауға болады. Кәдімгідей өшіріп тастағанмен бұл микрофонымыз өзі өшпейді. Басынан микрофонның даусын шығарып қойсам болады, чтоб өзінің даусынды есту үшін. Бұл микрофон бізде всего лишь 7000 теңге болды, егерде есінен шығып кетпесе. Так, кажется, массасымен бәрі 7000 теңге болған. Мен ең қатты қуанған затым бұл осы. Тағы бір зат бар ана жақта. Мен соған тоже қатты қуанғаным. Так, осы мен прям арнайы видео жасағам, что бұл маған қатты ұнаған. Так, енді давайте қалай шығып жатқанын бір көрсетіп жіберейін видеоға. Так, достар, мен запись жасап жатырмын. Даусы тура осындай. Именно сәл алыстасам, даусы осылай шығады. Вот, әдемі даусы, шум деген вообще жоқ. Прям зор болып тұр. Маған осы микрофон қатты ұнады. Так, енді достар, давайте секретный зат туралы айтып кетейін. Секретный затымыз ол мынау. Бұның ішінде не деп ойлайсыңдар? Музыканттар точно біледі.
Так, мынау замогын ашып қойдым мен өйстіп. Бұл тоже Pinduodu'дан келген. И бұл бізде қазір ашып көрсетемін. Міне. Скрипка. Я. Pinduodu'дан. Қытайдан инструмент бергенмін. Кәдімгідей. Мен бұны бірақ мен бермеген, бөлем берген и маған сыйлаған. Так, давайте енді стоит или не стоит бір көрсен. Бұл тоже почти полный комплектациямен келген. Почти емес, полный комплектациямен келген. Аңғарандар. Үстін мына жаққа қойып қоятын бар. Бүйтіп мойынға үстіп қойып ойнаған кезде, чтоб мойын ауырмас үшін осы бар. Кәдімгі тартатыны, кім білмейді, мынау тартатын нәрсесі, осысы аттың арқасында нәрсесі бар ғой. Бір сапсары болады осы мойын жақтарларында, төбесінде бас жағында. Вот содан жасалатын ол. Так, енді мынада тағы не бар айтып кетейік. Осындай әп-әдемі чехол. Ішінде тағы мынау бар. Бұл тоже қоятын бағадегі удобный болу үшін мойынға. Тағы болды. Мына жақта арнайы нелер бар. Тағы да струналар, егерде үзіліп қалған болса, міне прям полный комплектациямен әкелеткен. Іші осындай жүн. Так, енді мына жақта тағы бір кармашка бар. Бұл жақта енді мен бұл жақта бір заттар бар, әйтеуір түсінбедім не екенін. Мен бұл не екенін білмеймін әйтеуір. Аңғарандар не жазып қойған. Скрипка, пич-пип дей ма, сондай бір нәрсе дейді. Бір нәрсе жасайсың, в общем, осымен. Бір нәрсені өлшейді ма, сондай. Так, ладно, давайте. Ең маңызды затымызды айтып кетейік. Енді құлағын настроить етіп болған соң, кәдімгідей ойнап көрейік. Мен негізі скрипкамен вообще айналыспаған, но ой болған. Так, давайте. Мен, типа курсқа қатыспаған, но сәл өзім ойнап көргем. Ой. A few moments later. Негізі дауыс жаман шығып жатқаннан маған байланысты ше. Міне негізі дауыс нормально. Әдем шығып тұр, өзімде шоке болғам. Бұл зат бізде 15.000 теңгеге берілген. Негізі өте жақсы. Каспиде енді ондай баға таппайсың, одан сәл қымбатқа табасың. Бірақ ол тура осындай болып шығама, ол түсініксіз енді. Енді аңғарандар. Бұның дауысы мен басқан кезде сәл жай шығып жатыр. Музыканттарға осындай инструмент беретін адамдарға советім. Басында сендер жаңа инструмент алсаңдар, оның дауысы құлағы өстіп ойнап кете береді. Сен басынан настроить етіп отыруың керексің. Өзіңнің сай құлағына. Өзін настроить етіп отыруың керексің. Өзі кет қалады, короче. Ол жаңа инструменттің любойында болады. Хоть пианино, хоть гитара, хоть скрипка. И так что скрипканы берген кезде, гитара берген кезде басында сондай болады. Так что бұны Pinduodu'ны типа кінәлі қылмаңдар. Это заттың өзіне байланысты новый болғандықтан ол всегда сөйтеді. Даже бұл қазір де сәл сөйтеді. Хоть бұл көп ұзақ болды уже мен беріп қойғаныма, мен бұны бірақ сәл-ақ ойнадығамын, сондықтан оның құлағы әлі де кет қалады. Ол ойнай беріп, қайттан өзі ауыспайтын жағдайға келеді, кәдімгі гитара мен скрипка сияқты. Так что осыны жаттап алыңдар. A few minutes later. Әдем шықты уже. Короче, солай үрем кетесің. Негізі стоит или не стоит, жақсылары бар шығар, оригиналдары бар шығар. Бұл тоже, кажется, оригиналын берген ол. Аңғарандар, қолма істеді, кәдімдей өйстіп. Кажется, ол оригиналын берген, егерде есінен қателесіп отпасам. Негізі инструмент беру, мне кажется, рискованно. Лучше Қазақстаннан аласаған жақсы, кәдімгідей барып, қымбатында. Но енді егерде ақшаларың кәдімдей жоқ болса, осыдан да берсендер болады. Надай тон аңғарандар.
полный комплектация 15 000 теңгемен. Мына жақта ноталар жазып қойған, мына жақта ноталар тұр. Негізінде скрипкада Қазақстаннан алсам бұндай нотный типа тетрадь қой, бұл енді осындай жабыстыратын нәрсесі жоқ болады ондай. Мен осының арқасында үйрене аласың. Осындай жоқ болады, өзің қолды қойып үйренесің. Вот. Онда бар. Гитара сияқты, пианино сияқты қай нотаны басып жатқанын біліп отырасың. Так что енді өздерің вывод жасайсыңдар. Пиндододан иногда жаман болып шыққан мүмкін, жақсы болып шыққан мүмкін. Енді мынаны көріп тұрсыңдар, нормально шықты деп ойлаймын. Өздерің вывод жасаңдар, в общем. Ну, егер де бұл затты айтатын болсақ, бұл зат өз бағасына стоит. Бұл зат өз бағасына кәдімгідей стоит. Жақсы болып шыққан. 15 000 теңгеге ең басында новичок кәдімгідей үйрене алады осымен. Так что, бұл да рискованный, күшті зат болып шыққан. Енді біз келесі затқа көшейік, кеттік. Так, давайте енді достар, келесі зат. Сендер қатты күткен шығарсыңдар, именно осы затты, ол осы геймерский орындық. Өзім де в шоке болғам. Осы Пиндододан келген бізге. Енді бұл енді үлкен тема кәдімгідей. Бұл мен терлейін деп тұрмыз, сондықтан осымызды қосып қойық. Так, енді біріншіден мен не үшін именно осы затты Пиндододан беріп көрейін деп шештім. Мен Эврика, Технодом деген сияқты торговый центрлерге барып көрдім. Геймерский стул көрдім, бағаларын көрдім енді. Ең арзаны 60 болып тұрды. И то 60 мыңда осындай отыратын мен астыға түсіріп жатқызатын функциясы жоқтығын. Яғни комплектациясы не очень. Давайте осы жаққа алайық. И сондықтан маған идея келді, что осыны мен Пиндододан беріп көрсем не болады деп. И мен Пиндододан іздедім. И осыны таптым. Так, давайте ең бірінші функцияларын айтып кетейік. Давайте бірінші отырайын. Шақ қарайын. И міне. Үстіп удобный ғып отыра аласың. Негізі удобно, Өте удобно. Так, сосын екінші функциялары бізде, давайте осын көрсетейік. Лифт, міне үстіп астыға түсесің. Міне. Қазір отырдым. И бұл осындай маленький болып қалды. Ең маленький видео осы. И басынан көтерсен баға дегенде үлкен болады. Енді қараңдар. Оба, тұрды. Осы ең үлкен размері. Үстіп отырасың рахаттанып. Так, енді екіншісі ол жатқызу. Қазір көрсететін болам. Үстін тартамын мен и бетіп жатамын. Міне, оба. Жаттым уже қазір кәдімгідей міне. Уже үстіп жатырмын. Негізі реально өз бағасына стоит. Қазір бағасын айтам потом. Қараңдар. Міне, максимум осылай жатады. Максимум жатқаны осы. И қайттан көтеріп қойсам болады осыны тартып. Міне қазір қараңдар. Енді адам отқан кезде бетіп ұшып кетпейді. Адам отқан кезде сәл басқаша болады ғой. И міне, осылай болады. Міне, мен қазір 3 функциясын айттым. И мынаны басынан кіргізіп қойға болады, кстати. Үстесін и кіргізіп қоясын. Неге бұл сәл маған ұнамады? Осылай айтайық. Мен бұны бірінші бағасын айтайын. Мен бұны общий 50 000 теңге болды. Осы. Біреулер қымбат деуі мүмкін, бірақ негізі нормальный. Даже арзан. Өйткені қараңдар. 50 000 теңгеге сендер осы орындықты үстіп жатқызатын мен және астыға түсіретін, төбеге үстіп бектігін рулит ететін и астынан аяқ қоятыны бар функциясымен, осындай полный комплектациясымен 50 000 теңгеге Қазақстанда таппайсыңдар. 60 мыңға тура мен осындайын көрдім, бірақ бұндай аяққа қоятын жоқ, және кажется жатқызатын да жоқ болды. Вот сондай. Енді мен нешін сәл не стоит дедім. Стоит, бірақ одан да жақсыларын алуға болатын еді. Сәл қымбат болса, одан да мықтысы. Қараңдар, мен биттім. Например, бір машинаны алайық. Например, Bugatti, ең қымбат машина. И где-то бір Жигулиді алайық. И қараңдар. Мен типа Жигулидің, Жигули деген сондай компанияның, Жигули деген компания бар мед. Бар деп ойлайықшы, Жигулидің ең мықты түрін алдым. Ең мықты соңғы моделі бар ғой Жигулидің. Вот сол түрін алдым. Вот сол мынау. Ал мен хотя Пиндодода Bugati'дің ең жаман түрін алсам болатын еді. И ол қайда жақсы.
И сол айтқым келгені Жигулидің ең мықты түрін алған жақсы ма, или Бугаттидің ең жаман түрін алған жақсы ма? Мен ойымша Бугаттидің жаман түрін алған жақсы сияқты. Мен сол сияқты барынша минусқа кірмес үшін ең арзандарын іздедім. И мен в принципе Жигули таптым да. И сол Жигулидің полный комплектациясы мен ең мықтысын бердім. Так что енді выводты тағы да өздерің көріңдер. Әркімге әртүрлі ғой. Маған мысалға Бугаттидің, Тойотаның средний түрін алған ұнайды, чем Жигулидің мықты түрін алғанша. Енді бұл, конечно, кәдімгі орындықтан қайда жақсы. Мен бірақ бұдан да мықтысын алғым келді. Бұдан да мықтылар бар. Мен соны в будущем алам. Бірақ айтайын, кімде сол ең минимальный, хотя бы осы орындықты алайыншы деген адамдар, кәдімгі столдан бұл қайда жақсы, алыңдар. Ал егер де одан да көп ақша болса, кәдімгі көп удобстводан қаласаңдар, нормальный қымбат немесе оригинал компаниялар тауып алып, вот солардың средний түрлерін беріңдер нан. И все. Солай. Ал кімде минимальный ақша бергісі келеді, что хотя бы осы орындық болу үшін бере беріңдер, смело. Стоит болады, өкінбейсіңдер. Өйткені бұл кәдімгі орындықтан шынымен жақсы. Жастығы бар, осындайлары бар. Бұл кәдімгі ойыншыларға арналған орындық болғандықтан, қандай арзан орындық болсын, қымбат орындық болсын, бәрі жақсы болады. Миларымды ашып жібермеген шығармын. Енді бұл үлкен тема өйткені кәдімгідей мия шитін тема. Кәдімгідей зерттеңдер. Короче, осы кім минимум хотя бы осы орындықты алғысы келеді, алсын, стоит. Ал кім Эврика технодумдарда көреді ғой, солар сияқты мықты болған қаласа, сәл қымбаттарын алыңдар. Мен ең арзан тауып алғам осын, ұзақ зерттеп. Айтпақшы бағасы қалай 50 мың шықты айтайын. Бұл ровно 50 мың шықты. Мен 34 мың, жоқ, мен 16 мың теңгеге бердім. И 34 мың массасы болды. Прикиньте, сонда қанша килограмм? 2-ге бөлсек 17 килограмм, 17, бірақ сол кезде 2500 болған шығар. В общем, 15-17 килограммдай болған осы. Атак өзі 16 мыңға беріп, и массасымен 34 мың болған. Бізде соңғы зат ол осы, бізде бутылка термос. Бұл бізде не бутылка? Бізде бұл, короче, мен бұны бірінші великке берейін дегенмін. Великке. Стоп салып қойып, осыны ішу үшін. И мен Пиндодон енді бастаған кезім ғой, 2 литр бере сағам ғой. Не үшін бергем 2 литр, не знаю. Осы массасымен ауыр болып келген, бірақ қанша болды, не помню ше. Бұл туралы не айтасың, кәдімгі термос. Ал бағасынан стоит болатын болса, егер де ауырларын берсеңдер, қымбат болып кетеді ау. 0,5 литрлерін берсеңдер, то тогда стоит болады өз бағасына. Ну что, достар, осымен видеомыз аяқталды. Қызықты видео шықты деп ойлаймын. И көп полезный нәрсе, пайдалы нәрсе айттым деген ойдамын. Егер де сұрақтарым бар болса, комментария жазыңдар. Егер де осы эксперименттер ұнаса, тақсалған қаласаңдар, комментария тоже жазып кетіңдер, подписаться, лайк басып кетіңдер. Қолдауларыңды күтемін. Сіздермен Димо Лимон, келесі видеода кездескенше сау болыңдар.